Барлығыңызға да сәлем, сіздермен бірге және бүгін біз Майнкрафт постройкаларда қайттан салатын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай, біз дейтін, мен уже көрсетіп бастадым, мынау дейтін бүгінгі постройка. Больницаны өте көп адамдар күтті, және мен қазір соны салайын деп жатырмын. Көріп тұрғаныңыздай, больницаның мына жерінде крест тұр, қызыл, сол типа больницаның знагы, барлығы да білет, осы кресті больница екенін. Ал енді давайте көрсетіп бастайық. Мына жерде кварц блогы, деревянный және песчаный блок өте көп қолданылған. Көріп тұрғаныңыздай, мына жерде ең басындағы ең көретініңіз, мына жерде навесқа мына жерге зат салып қойғым келді. Ең басысында осындай стульчиктар ма, не де қойған, мына жерде отыратын жерлер ғой. Там не знаю, ауыратын адамдар мына жерде отырады, чисто бар ғой, қарайды, бірдеңе істейді, не істегісі келеді. Сіздердің алдарыңызда бір стульчик жасай салайын. Тұрыңыздар, мен дейтін алып жатырмын, тек қана осы стульчиктер сақ қойық, чисто болу үшін. Бұл жерде стульчиктер тұрады. Естіп кеткен екі стульчикті қойық. Стол деген стульчик деп, стол салып жатыр. Міне астында фундаментке мұндай андезиттің блогы, мынау дейтін қалай айтуға модтармен алынған блог. Мен мына модпен ала салдым да, резко қоя салдым осылай. Міне көріп тұрғаныңыздай, мына жерде деревянный кварц блоктар және деревянный забор блогы өте көп қолданылған. Мына жерде 3-ші этажда маленький пристройка тұр, ал өзі обычный 2 этажка. Мына жерде кіріп келген кезде, мына жерде көретініміз тағы да каменный плиталар және мындай навес маленький. Енді ішке кіріп келсек, мына жерде 4 палатны көретін боламыз. Мына жерде 2 палатта бізде адамдардың отыратын жерлер, мына жерде қалай айтуға болады. Мына жерде терапевт, там не знаю, дәрігерлер отырады, дәрігерлер отыратын жерлер. Мына жерде тағы да біреу бар. Мынау дейтін уже әдемірек более. Мен дейтін көп сала алмадым, себебі орын сыймады, просто больница дейтін қазір одан да үлкен қылдырып жүрсем, ол дейтін не деп айту, қалай айтуға қаланың барлығын алып кетеді. Если көп комнат салсам, мен дейтін өзім надоелім шығып кететін еді, оның барлығын салуға. Сол үшін мұндай 4 комнатты тек қана осындай терапевт, нейропевттер отырады. Кіріп келемізде, мына жерде киім алатын және администрация тұрады. Администрацияда мына жерде ботинкалары, курткалары, шапка мен штаны барлығы тұр. Мына жерде сол үшін типа адамдар келіп мына жерге шешеді. Раздевалка ғой мынау. Шыны керек бар. Енді келесі этажға көтерілеміз, бірақ келесі этажға көтерілгеннен бұрын сіздерге складты көрсетіп кетейін. Складта мына жерде зелье исцеления, зелье силы барлығы бар. Мына жерде көп барлығы толық, барлығының ішінде бірдеңе бар. Осы жерден складтан бірдеңе аппаратта адамдарға береді керек. Жерге саған нож кіріп кетті ма, бірдеңе болды ма, сразу же береді де, мә, іш осына сен дейтін жазыласын дейді де болды. Мына жердің өзі оқиғасы жоқ, себебі мынау больница ғой, больницаның қандай оқиғасы болады, соны мен өзім де түсінбей қалдым да, сол үшін осылай. Мына жерде кіріп келген кезде банағы алдында айтқанымдай стержень енді барлығын светить деді. Мына жер оқып қойшы, что-то мына жер слишком темный, да? Былай оқып қойық та, былай оқып қойық. Барлығы что-то темный, сол үшін былай қойып қойын дегенім өзім. Кіріп келген кезде мына жерде сразу же 5 палатаны көресіз. 5 палаттан көп салған жоқ, шыны керек. Мына жерде 4 адамнан жатады, өздерінің сундуктар бар, мына жерде шкафчиктар бар, не салғысы келеді, барлығын салады. Мына жерде екінші дәл сондай, себебі больницаларда қай жерде көрдіңіздер сіздер больницада бір-бірінен ұқсамайтын, прям күшті, әдемі палаталарда. Мына 4 адамға арналған, соңында 4, 8, 12 адамға арналған палаталар өте көп нормально жететін сияқты мұндай маленький городқа. Мына жерде бізде көріп тұрғаныңыздай мынау туалетте мына жерде раковиналар, унитаздар тұр, барлығы дұрыс жасалған, меніңше өте әдемі, өте дұрыс, өте таза жасалынған жерлер. Сіздер керек болса, осылай салғаныз, туалет өзі жарайды бар. Көріп тұрғаныздай барлығы да осылай толық көрінеді. Туалетке басқа есік салып қойынша бір түрлі болып тұр. Естіп қойық жерге. Осылай тұрады бізде туалетіміз, ал мен жерде асханаға басқа есік қойып қойық тоже. Бұлай қойып қойық та, не то, бұлай, сосын аламыз да. Міне көріп тұрғанызда айтпақшы мына скин, енді мына скинді ойнағым келіп тұр. Мен баяғы скинға 2012 жылы мына скин жасадым, содан бері қолданып жатырған скинім.
енді сол скинмен ойнайтын боламын деп ойлаймын. Себебі мына скин маған өте қымбат десем де болады. Міне қазір біз дейтін асханаға кіріп кеттік. Асханада міне көріп тұрғаныңыздай мына жерде серый ковердан жасалған және забордан жасалған стол тұр. Столдың үстіне мінуге болады, айтпақшы мына стол. Лайфхак, осындай енді заборлардың үстіне қойсаңыз да мініп кетуге болады. Міне көріп тұрғаныңыздай мына жерде столдар бар, адамдарға арналған. Мына жерде холодильник пен шкафчиктер бар. Осы шкафчиктерге бірдеңе қойып, там не знаю, бірдеңе істеуге болады. Және мына жерде холодильник тұр. Осындай жақсы, өте дұрыс не деуге болады. Дұрыс асхана. Осындай бір дұрыс асхана салдым. Енді келесі зат жасайық. Тұрыңыздар. Мен дейтін бірдеңе жасағым келіп кетті. Часы қойып қойық, сағат болсын. Мына жерде астына да сағат жасап қойын, чтобы адамдар сағатты біліп жүрсіндер. Үстемізде жерге сағат қойық, астына сағат қойып қойық, тағы да бір администрацияға жеріне мына жерге. Деймізде сағат тұрады. Мына жерде барлық жерде сағаттар болсын, себебі любой жерде сағат бар ғой, шыны керек. Ал енді келесі этажға бастық. Мына этажда мен дейтін свет қойғымды көтіппін. Кешірім сұраймын. Былай свет, және мына жерге свет, мына жерге свет. Барлығы нормальный, светлый. Енді міне көріп тұрғаныңыздай мына жерде бізде телевизор, мына дейтін ең басты сәттікі бар. Мына жерде осындай әдемі комната. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай пластиналар тұр. Пластиналар киномен деп ойлаймын, киномен деп ойлаймын әртеуір. Менің ойым сол. Ал енді мына жерде телевизор көріп тұрғаныңыздай. Болды. Енді постройкамыз бітті, достар. Сіздерге мына постройка ұнады деген үміттемін. Міне көріп тұрғаныңыздай кубы кварцтан жасалған, песчаник куб. Және мына жерде пурпур дейтін блокты мен дейтін қолданған. Пурпур дейтін блок дейтін. Міне көріп тұрғаныңыздай кафельдің орнына жақсы ойнап тұр. Кәдімгідей мына жерде свет бар, барлығы дұрыс жасалған, грамотно. Мен өзіме мына постройка өте қатты ұнады. Себебі маған ұнады шынымен. Дұрыс больницаның түрі сияқты. Дұрыс больницаның түрі дегенде нормальный больница сияқты. Ой, қатып кетті, достар. Өзіме түсінбей қалдым, не үшін екен. Міне достар, мұндай больница жан-жағынан қараңыздар. Мен жер кәм күшін шыққан сияқты, мен еще кәмгідей. Осындай больница, мен жерде спорт залдың қасына. Больницада сіздер ауырмас үшін мұндай спорт залға барасыздар, иммунитеттерінде қатайтады. Банк бар қастарында, енді больницада емделген ақша тұрады ғой, себебі. Міне осындай банк деп кешіріңіздер, осындай больница салдым. Сіздерге осы больница ұнаса лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Эйс, барлығыңызда сау болыңыздар.